Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 8-ші сынып қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы менің пікірім. Оқу мақсаты: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. Сабағымыздың мақсаты: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды салыстырып, өзіндік пікір жазады. Бірінші тапсырма: үзіндіні оқы. Өлең жолдарындағы материалдық құндылық пен рухани құндылықты анықта. Қазіргі заманда өзекті ме? Бағалау критерийі: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Дескриптор: поэмада берілген үзіндіні оқиды, өлең жолдарындағы құндылықтарды анықтайды. Тірі жан аяқ басып келмей тұғын, аққулар аман есен қайтқанынша. Суына жетім көлдің шөлдей тұғын, суымен сырқаттарын емдей тұғын. Ұрпақтан ұрпақ алып жалықпастан, сондай бір дәстүр барды қалыптасқан. Заманнан заман өткен жаңарған жұрт, аққуын айдың көлдің налытпастан, дәстүрін аттамаған анық басқан. Дайын болсақ, жауабымызды тексерейік. Рухани құндылық: дәстүр, материалдық құндылық, аққулар, жетім көл. Екінші тапсырма: Вен диаграммасы әдісі. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасындағы материалдық және рухани құндылықтарды салыстырыңыз. Дескриптор: поэмадағы материалдық және рухани құндылықтарды салыстырады, шығармадағы жаңашылдық пен ғаламдық мәселелерді талқылайды. Жауабымызды тексерейік. Материалдық құндылық: бесік, аппақ айдын, жаулық. Рухани құндылық: дәстүр, отбасы, қасиет. Келесі тапсырманы орындамас бұрын әдеби теориялық ұғыммен таныс болайық. Әдеби сын — әдеби шығарманың бір түрі. Әдеби сын көркем шығармаға эстетикалық баға беріп, бейнеленген өмір шындығының көркемдік шындыққа қалайша айналғандығын саралайды. Оның мән-маңызын түсіндіреді. Әдеби өмірдің бүгінгі ерекшелігін айқындап, бағыт сілтейді. Әдеби сын бүгінгі шығармаларды талдап, оларға қазіргі кезең талаптары тұрғысынан баға береді. Әдеби шығарманы оқыған адам ол жөнінде өз пікірін, көзқарасын білдірмей отыра алмайды. Әдеби сын оқушыға тура жол көрсететін ақылшы. Үшінші тапсырма: ғалым пікірін оқып, көзқарасыңызды білдіріңіз. Кестені толтырыңыз. Ғалым пікірі: аққуды атпау атадан балаға жалғасып жеткен жақсы жоралғы. Жарасымды дәстүр ғана емес, адамгершілік асыл қасиет заңы, сұлулықты сүйе білудің, бағалай білудің үздік үлгісі. Аққуға оқ ату күллі қасиетке оқ ату. Халық түсінігінде аққу қасиетті құс, киелі ұғым. Сондықтан оған суық қару оқтамаған, оқтатпаған. Әңгіме әлде қандай ырымда емес, ұнасымды ұғымда. Қасиетті қастерлеп, сұлулықты сақтай білуде. Табиғаттың тұнып тұрған сырлы суретін сүттей ұйыған күйінде қорғап қалуда. Біздіңше, поэмада автордың айтқысы келген екі бірдей сабақтастық идея бар.
Оның бірі қасиетке оқ атпау, тәтті тыныштық шырқын бұзбау, яғни адамгершілік пен ізгілікті дәріптеп уағыздау болса, екіншісі қоршаған ортаны қорғау, табиғатқа жанашыр қамқор болу. Түйіп айтқанда сұлулықты сүю, сақтау қасиеті. Автордың айтар ойы, көздеген нысанасы, алтын арқау идеясы осы. Дайын болсақ, жауабымызды салыстырып көрейік. Ғалым пікірімен келісемін. Аққуды атпауды насихаттау ең алдымен адам бойындағы адамгершілік, мейірімділік қасиетін қалыптастырады. Халық түсінігіндегі қасиет ұғымын жас ұрпаққа жеткізіп, оқушыға ой тастайды. Біріншіден, адамгершілік пен ізгілікті дәріптесе, екінші жағынан қоршаған ортаны қорғау, табиғатқа жанашыр қамқор болуды үйретеді. Төртінші тапсырма. 4 сөйлем тәсілі. Ананың іс-әрекетін қалай бағалар едіңіз? Бірінші пікір. Ананың іс-әрекетіне байланысты өзіндік пікірлеріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіздер. Екінші дәлел. Өз пікірлеріңізді бір сөйлеммен білдіріңіздер. Үшінші мысал. Пікірлеріңізді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңіздер. Төртінші қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңыздар. Бағалау критерийі. Шығарма бойынша өзіндік сыни пікір жазу. Дескриптор өзіндік пікірін білдіреді, өз пікірін дәлелдейді, мысал келтіреді. Тақырып бойынша қорытынды шығарады. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Есте сақтау керек маңызды бір мәлімет. Менің көбірек білгім келген 2 мәлімет. Мен білген 3 мәлімет. Мен үйренген 4 мәлімет. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.